URC оның 10 негізгі қадамы. URC тапсырыс берушінің жабдыққа, жүйеге немесе процеске қоятын талаптарының ресми құжаты. Ол жобаның бастапқы негізі болып табылады және барлық кейінгі кезеңдерді анықтайды. Бірінші қадам. Жобаның мақсаттарын анықтау. Яғни URC-тің ең басында жобаның неге жасалатыны түсіндіріледі. Мақсаттары анық және өлшенетін болуы керек. Оның ішінде жаңа өнім шығару, өндірістік кеңейту деген секілді. Екінші, талаптарды жинау. Барлық қатысушылардан ақпарат жиналады. Технологтардан, инженерлерден, сапа бөлімінен, GMP мамандарынан арнайы талаптар бойынша. Үшінші қадам. Шектеулерді анықтау. Жүйеге әсер ететін шектеулер жазылады. Бөлме өлшемдері, таза аймақ талаптары, қауіпсіздік нормалары. Шектеулер жабдықты таңдауда қателік жібермеуге көмектеседі. Төртінші қадам. Функционалдық талаптарды жазу. Жабдық не істеу керек екенін нақты тізіммен жазу. Жұмыс режимдері, жылдамдық, температура деген секілді функционалдық талаптар URC-тің ең маңызды бөлігі. Бесіншісі, бұл бізде техникалық талаптарды сипаттау. Өлшемдер, көлем, датчиктер, клапандар. Техникалық талаптар жабдықтың сапасы мен ұзақ қызмет етуіне әсер етеді. Алтыншы қадам бұл бізде GMP мен регулятор талаптарын енгізу. Яғни санитарлық нормалар, валидацияға дайындық, деректердің сенімділігі. Бұл талаптарымыз жабдықтың өндірісте қолдануға көмектеседі. Жетінші, бұл бізде қауіпсіздік талаптары. Операторды қорғау, электр қауіпсіздігі, автоматты авариялық тоқтату. Бұл бөлім тәуекелдерді азайту үшін. Сегізінші қадам бұл бізде валидация және құжаттамалар талаптары. Яғни жеткізушіден талап етілетін құжаттар. Бұл талаптар жабдықтың GMP-ге сәйкестілігін дәлелдеуге қажет. Тоғызыншы қадам жеткізуге монтаж және сервистік талаптар. Жабдықты жеткізу форматы, орнау шарттары, оқыту, кепілдік, техникалық қолдау. Бұл бөлім жобаны іске асыру кезінде жауап береді. 10-шы қадам URC-ті бекіту. Құжат технология, инженерия, GMP валидация бөлімдерінен келісіліп бекітіледі. Бекітілген URC жеткізушілерге жіберілетін ресми талаптар құжаты болып. URC жобаның жүрегі. Ол дұрыс жазылса, барлығы жақсы болады. Өндіріс тиімді жұмыс істейді.